Сәлем, сәлем. Бүгін екеуміз тағы да кездестік. Бүгін демалыс күні. Демалысың қалай өтіп жатыр? Далаға шығып ойнаған боларсың, иә? Қандай ойын ойнағанды ұнатасың? Аулада бірге ойнайтын достарың көп шығар. Оларға да күнде кешкі жатар алдында ертегі тыңдайтыныңды айттың ба? Әрине, оларды да өзіңмен бірге ертегі тыңдауға шақыр. Демалысыңды көңілді өткізіп жатырсың деп ойлаймын. Енді мен ертегімді бастайын. Тырна мен түлкі жайында. Қу түлкі барлық ертегілерде бар. Байқадың ба? Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі тырнаны үйіне қонаққа шақырыпты. Қымбаттым, маған ертең қонаққа кел. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын, дейді. Ертеңінде тырна түлкінің үйіне қонаққа барады. Түлкі досының алдына жайпақ тәрелкеге салып, ботқа береді. Тамақтан ал, қымбаттым, өзім пісіріп едім, дейді түлкі. Ал тырнаның қандай құс екенін сен білесің, иә? Тырнаның тұмсығы ұзын құс. Әрине, ол ұзын тұмсығымен жайпақ тәрелкедегі ботқаны жей алмайды. Ары шұқып, бері шұқып, жей алмай отырады. Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап-жалап, тез тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: айып етпе, достым, бұдан басқа менің тамағым жоқ, дейді тырнаға. Ештеңе етпес, осыған да рахмет. Ертең менің үйіме қонаққа кел, деп тырна түлкіні шақырады. Ертесіне түлкі тырнаға қонаққа барады. Тырна болса, салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып береді. Ал түлкі мойны тар құмырадан ол көжені іше алмайды. Түлкіге тырна: же, қымбаттым, қысылма, алып отыр, дейді. Ал түлкі болса, ар айналдырып, бер айналдырып, құмырадан көжені іше алмайды. Ал тырна болса, өзінің ұзын тұмсығымен шоқи береді. Бәрін жеп болған соң, тырна оған: ренжіме, қымбаттым, бұдан өзге тамағым жоқ, дейді. Бір аптаға тойып шыққысы келген түлкі ызаланып үйіне қайтады. Осымен ертегіміз тамам. Әрине, не ексең, соны орасың деген мақал осы ертегіге дәл келіп тұр, иә? Ал біз досымызбен ондай қарым-қатынас жасамаймыз. Солай ғой? Жақсы. Бүгін көп ойнап, шаршағаныңды, ұйқың келгенін білемін. Менің ертегім аяқталды, сен ұйқыға жата ғой. Сау бол.